Сәлем достар, бүгін біз красный бархат деген осындай жұмсақ әрі нәзік болып шығатын тортты жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алдымен айранға соданы салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Оған дейін жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Үстінен қантты қосып, жақсылап миксермен аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Дайындап қойған айран мен содамызға осындай сұйық май құямыз. Сосын бұл айранды жұмыртқаға салып, жақсылап тағы да миксермен араластырамыз. Енді құрған ингредиенттерді саламыз. Ең алдымен ұнға красительді, сосын разрыхлительді салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы пергаментті бумаганы алып, формаға осылай видеодағыдай салып істесеңіздер, узорлар пайда болады. Ал егер сіздерде форма жоқ болса, жай ғана ручкамен сызсаңыздар болады. Енді осы корждарымызды 4 бөлікке бөліп, бірдей етіп салып шығамыз. Корждарымызды 180 градусқа қызып тұрған пешке 5-7 минут пісіреміз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ең алдымен сливкені ыдысқа салып, жақсылап миксермен шамамен 1-2 минут араластырамыз. Ұзақ араластырмаймыз. Және де сливки өте суық болу қажет. Жылы болса әріп кетуі мүмкін. Енді сливкидің үстіне творожный сырымызды саламыз. Жақсылап қоюланған шарластырамыз.
Үстінен қант немесе қант ұнтағын саламыз. Одан кейін маскарпонені салып, жақсылап миксермен тағы да араластырамыз. Ұзақ араластырып қажет емес. Торттың кремі дайын. Осылай өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Енді осы кремді қорждарға жағып тортымызды жинайтын боламыз. Красный бархат торты дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Бұл рецепт өте оңай, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!